Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге екінші сынып қазақ тілі 1-ші бөлім 6-ші сабақта түсіндіретін боламын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз у әрпінің жазылуы. Кейбір кітаптарда 21-ші тоғы, кей кітаптарда осылай 23-ші тоғы болып келеді екен. Мәтінді тыңда. Жануарлардың мерекелік киімдерін дайындау қызықты жұмыс. Тауық, тауыс, маймыл, қу түлкі сияқты жануарларды бейнелеу үшін олардың өзіне тән киім үлгілерін дайындау керек. Мұндай мерекелік киімдер рөлдік ойынды қызықты етіп көрсетеді. Жануарлардың осындай мерекелік киімдері олардың өзіндік ерекшеліктерін танытатын болады. Мәтін не туралы? Сен өз қолыңнан осындай костюмдер әзірлеп көрдің бе? Деген астына сұрақтар бар екен. Міне мәтін тапсырма бұл жерде ойлан деп берілген. Мәтін мерекелік киімдерді дайындау туралы. Тапсырмада жаз деген. Тауық дауысты о дыбысына ту, қу, қату, қуат деп жазасыздар. Дауыссыз о дыбысына ау, уық, тау деп жазасыздар. 25-ші тоғыда көмдіктен орнына тиісті әріпті қойып сөйлемдерді көшіріп жаз. Кейбір кітаптарда бұл 22-ші жаттығу болып келеді. Тапсырмада жаз деген. Оқушылар қойылымға қажет жануарлардың костюмдерін таңдады. Қойылымда қу түлкі ауыл маңын торыды. Тауыстың киімі әдемі ақ. Қырғауыл киімін киген Дәуренді алғашқыда танымай қалдық деп дәл осылай жазып аласыздар. Кей кітаптарда 23-ші тоғы, кей кітапта 26-ші тоғы болып келеді екен. Көбелек киімін киген Дулаттың қанатындағы сөздерге назар аудар. Осындағы ұқсастықтар мен айырмашылықты тап. Жылы, бекі, жоры. Ал мына қанатында жылу, беку, жору деп жазылған екен. Және дыбыстарын алып тастағанда. Есіне сақта дегенді жақсылап оқып аласыздар. Және 23-ші тоғыда тапсырмада ойлан деген дыбыстарын аяқталған сөздерге о дыбысы қосылып дыбыстары түсіп қалған. Жылы, жылу, бекі, беку, тасы, тасу деп осылай жазылған екен тапсырмада. 24-ші тоғыдағы суреттегі жануарларды ата, олардың қандай белгілерін қарап таныдың дейді. Тауықтың мерекелік киімін қағаздан жасап көр, немесе суретін сал. Тауық, тауыс сөздерін буынға бөліп айтып көр. О дыбысы қай буында тұр? Дауысты ма әлде дауыссыз ба? Тауық сөзіндегі әріптерді пайдаланып бірнеше сөз жаса. Құрамында дауысты о дыбысы бар сөздерді бір бағанға, дауыссыз о дыбысы бар сөздерді екінші бағанға топтап жаз деген екен. Міне 24-ші тоғыда тауыс тауық деп алынды суретте. Бұл құстарды қанаттарына қарап таныдым деп жазып аласыздар. Бұл сіздерге үй тапсырмасы ретінде берілген жаттығу. Келесі видеода кездескенше.